Дәт, Сардар. Ақ Барс таудың қарақшылары қаламызға келе жатыр. Қалаға 20 шақырым қалды. Келгені жақсы болды. Соғысқа дайындалыңдар. Қарақшы қос қамшылы сұмпайыны Жеңжу аймағын қорғауға ұсыныс етіпті деп естіп едік. Сол, сен болдың ғой. Солай. Ағашөнің жүргенде атын, жатқанда фамилиясын өзгертіп көрмеген. Хуянзанның ұрпағы Хуян жобаламын. Өзген ата-бабаңды бұлдама. Ата-бабаң қанша дәурен десе де сен парақор ұлықтың есігін күзеткен ит қанасың. Тілмен жақтарыңа сүйенбей, өлімнен қорықпайтындарың болса, менімен айқасып көріңдер. Қане, шу! Önüm, sen tez gel. Onun ten emezsin. Ağa! Çuv! Kayda kaçmasın! Çekilіңдер! Тез! Çekilіңдер! Құңяңын ішек саспа. Ендігінің лигонға қуарың мен боламын. Уян жо, Сардар. Аман жүрсіз бе? Аман болғанда қандай? Алдыңғы жолы сенің сайқалдығың алданып қалып, талайлаған жасағымнан айырылып, ордаға қайталмай, еліме еңбек ету орайынан айырылдым. Сені бір көруге асығып жүредім, бүгін өзің келіпсің. Ажал түрткендерің болса, бер шығыңдар. Сардар, жасақты шегіндіріңіз, тез шегініңіздер. Шегініңдер! Чу! Келгендеріңіз жақсы болды. Енді көкеммен ағам құтқарылатын болды. Бекініс бастығы, ағам екеуміз мына тауды иеленіп, атаман атанып жүргеніміз болмаса, тонаушылық істемедік. Мына Мурың сұмпайы, көкем Күңбинге қастық сайлап, аймақтың абақтысына жапты. Ағам екеуміз Жеңжу қаласына шабуыл жасап, көкемді құтқарып алмақшы болып келген едік. Ақылшы Уйон, Мурың Уәли, сендердің бекіністеріңе шабуыл жасайтынын біліп, мені көмекке жіберді. Онда жақсы болды. Ардагер батырлардың көмек қолын созуын тілеймін. Інім, өзің де білесің. Сунжан ағайдың адамгершілігі бар адам, сөзсіз көмектеседі. Бұл жолы мен асығыста азғана жасақпен келіп қалдым. Тәуекелшілдікпен, қалаға шабуыл жасағанымызбен бәрібір қаланы ала алмаймыз. Жан басқарушы Қосайда қартауында не іздеп жүр? Бұл әлгі Мурыңның айласы. Пақырыңыз Вәлидің бұйрығымен атаманға тарту таралғала келді. Ол жолы неге кеш қалдыңдар? Күңляң мен Күңнен қайта-қайта қалаға шабуыл жасағандықтан соларға төтеп береміз деп кешігіп қалмадық па? Атаман кешіре көріңіз. Болды. Дүниелеріңді қабылдайын. Уәли тақсырдың атаманға айтқан сәлемі бар еді. Мажыңдамай айтпаймысың. Аймағымыз жасақтарын реттемекші еді. Атаманның жақын арада етекке түспеуін үмітедемін. Егер жасақтармен жолығып қалып, шұрқан шықса қиын болады ғой. Еміне? Қосайдағар тауына шабуыл жасамақсыңдар ма? Оған батылымыз қайдан барсын? Тек қосынның орнын реттемекшіміз ғой. Батылдарың бармайтынын білемін. Дегенің болсын. Келер жолы тартуларыңды кешіктірмеңдер. Пақырыңыз есіне мықты сақтайды ғой.
Buğrun қақпасқа байлап жүрсін. Болмаса бәлтей-шәлтейіне қарамаймын деді де. Ләппәй тақсыр. Сау болыңыз, сау болыңыз. Дәт, атаман. Етектен бір топ жасақ байқалды. 100 шамалы адам екен. Суң әрпі жазылған жалау көтеріп алыпты. Шапағатшы сұңжаң болып жүрмегей. Аға, олар алыстан ат өксітіп келген екен, жол бойынша алдарынан шығып қарсы алғанымыз жөн шығар. Барсаңдар сендер барыңдар, мен бармаймын. Әй, ағасы, мұның не? Ляңшандықтар мен жолдызым қарсы. Кезінде олар маған қастық жасаған. Кім болса ол болсын, оларды көргім келмейді. Бармаймын. Келгенше қонақ ұялады. Келген соң қонақ ес ұялады деген. Ел біткен сұңжаңды мақтап жүреді. Қалайда арыстың азаматы ғой. Бізге басқа шойда болып қалып жүрмесін. Соны айтам? Жүріңдер, алдынан шығып қарсы алайық. Ардагерлер, келіңдер, тост көтерейік. Аға, атағыңыз аспандап тұр. Атыңызды ести құлағыма әптен сіңіп қалыпты. Сардар, сіз де жаһандағы нағыз ардагер батырсыз. Атай көрмеңіз. Жақыннан бері Ляңшанның атағы жер жарып барады. Орда жасауылдарының сан түменін талқан еттіңіздер. Оның қасында мен неге тұрмақпын? Сардар, ендеше Ляңшанға бірге шығып тізе қоса отырып ұлы істер тындырмаймыз ба? Ағасы, Соңжаң ағай шыны қыласымен ұсыныс еткен екен, ризалығыңызды бермейсіз бе? Әділетшіл ағай расында адамгершілікті адам болғанымен, Ляңшан қопасы 40 темірдің қылауы. Оған баратын болсақ, мына мен сияқты қорлықтан құтылмайсыңдар. Яңжаным, бұл не дегенің? Қасыңыздағы ақылшыңыз барып тұрған қас күнімнің өзі. Туған күн тартуын тонаймыз деп сізге расында ұятты болдық. Жақсының кегі шыттың шеті кепкенше деген емес пе? Көне отырды қайта қасыған екен біз. Мен өзіңнен кешірім сұраймын. Әй, яң женішек, бүйте көрме. Көкірегің кең азаматсың ғой. Кешіре сал, Лу батырдың сөзімді сөйлегеніне көп рахмет. Яңжы туыс, кезінде барлығымыз өз иеміз үшін істедік. Туған күн тартуын тонағанда, мен де амалсыздан қулық сайлап, өзіңді азапқа салдым. Өзіңнен тағы бір рет кешірім сұраймын. Інім. Қане, барлығымыз бірге тост көтеріп, өткенге салауат айтайық. Қане, келіңіздер. Асықпаңыздар. Інім, тағы не айтарың бар? Ойың, сені білікті адам деп естіп келемін. Ендеше сенен бір істі сұрағым келіп тұр. Жарайды, сұрай бер. Шамамның келісінше жауап беруге тырысып көрейін. Адалдық дегеніміз не? Жоғарымен бір ниетті болу. Әділеттілік деген не? Досымен бір ниетте болу. Онда сенде адалдық бар ма? Ляңшан қопасының батырларының бәрі де адал азаматтар. Онда сен әділетшіл ағайға қалай адалсың? Шексіз адалмын. Жоламаңдар. Інім, аусарлық істеме. Мен бұл ақыл көйді сынап көрейін. Яңжы туыс, барлық сұрағыңа жауап беруге дайынмын. Жарайды. Сен Соңжанға адал екенсің. Мен оны қазір өлтірмек болсам, қайтер едің? Яңгы, таста қолыңдағыны.
Ол кісінің жолында жанымды пид етуге даярмын. Дәлелдеп көрсет. Ey, Akılcı! 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 Akılcı. Önüm, çıla. Önüm o, çıda. Tez, cağın aşınдар. Tilin çeynep almasın. Lo Sardar, Cağın aşım jüber, tilin çeynep almasın. Tez, kömöktesip jüberinglerşi. Başıldı. Başıldı. Tez, kan toklatатын derek elingler. Tez Olunlar tez. Akılcı. Önüm, çıda. Әділетшіл аға, ол кісі ауыр жараланды. Менше осы бекіністе жатып дауалансын. Ақылшы олай бұлай болып жатса, ел бетіне қалай қарай аламыз? Жарайды. Арниян, Tez, бәріне тез тирәк екен. ел. Бол тез. Тез бол. Енді жерің кеңгіді ме? Үш! Seni mi? Сардардың ерлігі елден ерек екен. Талай жылдан бері нешлет қарақшыларды аластамақшы болсам да, Чыңжу аймағының айналасындағы таулардан ештеңе бітіре алмай қайтпадық па. Ал сіз келе салып қарақшыларды қолға түсірдіңіз. Сізді маған Тәңірім көмекке жіберген шығар. Хей, мына ақ жолбарыс тауының қарақшыларының өнері қалттыған екен. Шаптолды тауындағылармен де белдестім. Олар да жырғап тұрған жоқ. Қазір Қосайдағар тауындағы қарақшылардың өнерінен хабарсызбын. Қосайдағар тауында бір шайқатаман бар. Кезінде Янан аймағындағы Лаучун төренің сардар екен. Аты Луда. Адам өлтірген соң Утай тауына барып шайқы болады. Жұрт оны Теңбіл шайқы Лужишін деп атайды. Оның қол астында Астана ордасының сардары болған біреу бар. Лақабы Көкжал, аты Яңжы. Одан қалса Дивана Усын деген бар. Кезінде Джин Янган тауында жолбарыс соққан жүзбасы. Мен оларға соқтықпаймын. Ара-тұра азық-түлік қаражат беріп, алдаусыратып тыныштықты сақтаймын. Менің көңілімде жүрген үлкен түйіншек осы Қосайдағар тауы болады. төре. Қосайдағар тауындағы қарақшылар не деді? Дәт тақсыр, дүниені апарып бердім. Сөзіңізді де жеткіздім. Әлгі шайқы жақында таудан шықпауға мақұл болды. Жарайды. Шәпшәкене Қосайдағар тауы төренің басын әттен қатырған екен. Төре, алаңсыз болыңыз. Егер мен атқа қонсам, бір күнге қалдырмай олардың қолдарын қусыртып, ордаға айдап әкелемін. Менің ойымша, қазірше оларға тимей тұрайық. Жаң басқарушы оларға тарту таралығы ұсынып келді. Олар соған алдана тұрсын. Алдымен Шаптолды тауын алайық. Сонда Қосайдағар тауы оқшау қалады да, кейін оп-оңай қолға түседі. Төре, Шаптолды тауындағы екеуімен таныс болып қалдым. Оларға қолым қалай батады? Ол істерді бітірейік дейді екенбіз, көңілшектікке салынуға болмайды. Біз орданың адамдарымыз. Патшалыққа қызмет ету ең маңызды. Қажеті түскенде жақының мен досыңды қиятын кезде қию керек. Төре, пақырыңыз көз алдағы көкейтесіз,
және де Сунжаңды ұстау деп қарайды. Сунжаң үш таудың бандыларымен бірлесіп кетсе, оларға төтеп беру бұлай тұрсын, Сунжаңды ұстаудың өзі қиынға түседі. Сунжаңды ұстап алған күннің өзінде Ляңшандағы қарақшылар қаптап келсе, онда қайтеміз? Ляңшанда ұстайтын екі адам бар. Біреуі Сунжаң. Қол астындағылар түгел оның айтқанынан шықпайды. Енді бірі Уюң. Ол өте айлакер. Қазір ол екеуі де Чинжу аймағында жүр. Бұл оларды ұстаудың жақсы орайы. Егер ол екеуі аймағымыздан шығып кетсе, кейін оларды ұстайтын мұндай орай келе бермейді. Егер Сунжаң мен Уюңды ұстасақ үлкен еңбек көрсетеміз. Бұда мен үшін мәнсәбім өрлеп байлығым таситын жақсыз ғой. Жарайды, Сардардың айтқаны болсын. Егер Сунжаңды ұстасақ, Сардар үлкен еңбек көрсетіп, өткізген ағаттығын жуып шайар еді. Аға, бүгінгі істе Яңшыны кінәлауға істе болмайды. Ол екеуміздің арамыздағы қайшылық осымен ақырласады. Enем. Берісті түсін алмай, өзіңнен сұрамақшымын. Айтыңыз аға. Әділетшіл Сунжаң Чинжуға кірген кезде, сен оларға жасырын қолық сайлап, оларды неге олайсың? Аға, мені сондай арамзажан деп ойлайсыз ба? Сен көз алдымда ойыңды жазым еттің, сонда сенің тайнатындай нең қалды? Аға, нақақ күйдірмесеңіз қайтеді? Онда маған бұл істі кім істегенін айтып бер. Алдыңғы күндері Сунжаң тауға шығатынын білген кезіңде, менен жасырып не қулық сайлап едің? Сен? Айт қане. Қайда барасың? Бұл жерге сыймасам, сиятын жер табылады. Маған істеген жақсылығыңызды кейін қайтарармын. Саған қайт деп тұрмын. Істің анық-қанығына жетпей, кетуіңе болмайды. Мархабат. Аға. Құрметті ұстаз, ағамды тезірек құтқара көргейсіз. Інім ау, түрегеліп сөйле. Ағаңа не болды? Ағамды мұрың сұмпай ұстап әкетті. Қуарың інім қайда? Қуарың інімді көмекке жіберген едім ғой. Қалай ұстап алады? Қуарың аға сізге қарайтын бетім қалмады деп бекініске келмей қойды. Десе де, ағамның ұсталуына Қуарың ағаның қатысы жоқ. Ағам көкемді құтқаруға асығып, жалғыз барып қалаға шабуыл жасады. Біз Хуянжоның мықтылығын білмеппіз. Ағам мені құтылдырып жіберу үшін ұсталық болды. Хуянжо мені қуаламақшы болғанда, Қуарың аға келіп мені құтқарып қалды. Бақырыңыз ағайдың Чинжуда екенін білген болса, асығыстық істемеген болар еді. Аға көмектесе көріңіз. Сұнпайы мұрың. Тағы маған қанды кекке қарыздар болдың. Бұл кекті қайтармай қоймаймын. Аяудыным, Лужышын ағаң мен уысың ініңе сәлемдес. Қосайдағыр тауындағылар четінен ардагер батырлар деп естіп едім. Ағам мен көкемді құтқара көріңіздер. Хуянжо, көкіңмен ағаңды ұстаса. Бетімді бұлдасам да өзім барып, Моужың уәлиден қайтарып әкелейін. Әділетшіл аға, мен етеке түсейін. Аға, екі таудағы батырлар тонның ішкі бауындаймыз.
егер күңмеңіншекті құтқармасақ, біздің адамгершілігіміз қайда қалады? Менше, Чинжуға шабуыл жасап, әлгі Қортық Уәлидің басын алайық. Хей, усың інім. Жаған кездердің ұстанған әділет жолын мен де білемін. Менің де оларды құтқарғым келеді. Бірақ Чинжумен соғыссақ, біздің табан тірер тиянағымыз қалмайды да. Қосайдағар тауымыздағы мыңдаған адам баспанасынан айырылады. Атаман болған адам бауырластарының қамын ойламаса бола ма? Чинжуды ойрандаған соң, Яншан қопасына кетпейміз бе? Усың інім. Ол істе енді аузың алма. Мен дереу таудан түсіп, Мурыңнан адамымызды сұрап әкелейін. Батырым, оған әсте болмайды. Қазір Мурыңның Қосайдағар тауына шабуылдамақшы болып жатқанын естідік. Бүгін таудан түсетін болсаңыз, Мурыңның қақпанына түсесіз. Менің бір басым ғана бар. Бір басыма ол екеуін айырбастап әкелсем өкінбеймін. Батыр, маған сенетін болсаңыз, Чинжуға мен шабуыл жасайын. Әділетшілаға қалай соғыспақсыз? Чинжуды қорғап тұрған жасақ шәштен де көп. Азған адамыңызбен қалай жеңіласыз? Жеңе алмасам да соғысамын. Мана Мурың өте асқақтап кетті. Оның ноғаласын сылайтын кез келді. Аға, Чинжу қаласының қорғанысы өте берік. Тек ақылмен ғана алуға болады. Мен атқа мініп соғыса алмасам да, бірақ ақыл көрсетуге жараймын. Ақылша, алаңсыз емделіңіз. Мен адам бастап дереу таудан түсемін. Жарақатыңыз толық қалпына келген соң барсаңыз да кешікпейсіз. Аға, мені тастап кетпеңіз. Бұл соғыста мен болмасам болмайды. Мені көтеріп апармасаңыздар, еңбектесем арттарыңыздан жетемін. Төре, чарлаушы хабар әкелді. Яңжы лужышымен ренжісіп қалып бекіністен жалғыз өзі шығып кетіпті. Не дейсің? Яңжыға не болды дейсің? Яңжы лужышымен ренжісіп қалып бекіністен жалғыз өзі шығып кетіпті. Сен ол немені тауып, Жамбылға ертіп келді. Егер ол келмей қойса қайтемін? Егер ол келмесе, оған тарту таралғы ұсынып, қонақ қылып, Қосайдағар тауымен болған арасын алыстат. Солай болып жатса, біздің тағы бір жауымыз азаяды. Тақсыр, расында көреген екенсіз. Пақырыңыз дереу барып келсін. Әй, мына лоужышын достықты қайырып тастап, сізді неге мына сұмпай жерге қалдырып қойған, а? Бұл расында жолсыздық болған екен. Олар тауда үлдемен бүлдеге оранып жатыр. Ал сіз сопайып жалғыз отырсыз. Сізге расында қиын болыпты. Онда сенің не әкеңнің басы бар? А? Сен сірә не істемексің? Мурың Уәли, сіздің атыңызға ежелден құштар болып келіп еді. Пақырыңызға сізді Жамбылға шақырып келуді айтты. Онда барсаңыз мәнсап пен байлыққа ие боласыз. Саған бармаймын дедім ғой. Жоғал, Сардар, сөз... неге кетпей тұрсың? Әлде қылышымның дәмін татасың ба? Дереу кетейін, дереу кетейін. Қабырғаңызбен ақылдасып көріңіз. Ақылдасатын не бар? Жоғал! Сіздер екенсіздер ғой. Көріскеніме қуаныштамын. Сен қайдан жүрсің? Мен Яңжы Сардарға тартып әкелдім. Оған расында обал болған екен. Жарайды, сау болыңыздар.
Аға, біз сізді ертіп кеткелі келдік. Амансыздар ма? Сіздерге орындық әкеліп берейін. Әй, тоқтай тұр. Айт. Аға, өзіңізді қинай беріп қайтесіз. Кім қиналыпты, а? Міне жап жақсымын ғой. Аға, біз Лужишин ағаның тапсыруы бойынша сізді алып кеткелі келдік. Қайтқанда не істеймін? Қайта осы жер жақсы екен. Аға, таудағы екі атаман сізді қате жазғырғанын біліп, өкініп жатыр. Жақсы болыпты. Өкінсе өкіне берсін. Аға, жаңа біз жаң басқарушыға кезігіп қалдық. Ол не іздеп жүр? Мені ордаға ұлық болуға шақырып келіпті. Сіз қосылдыңыз ба? Қосылсам не болыпты? Қосылмасам не болыпты? Өзіңізді қадірлей біліңіз. Өзімді қадірлей білемін. Ақыл айтуларыңның қажеті жоқ. Жұмыстарың болмаса қайтып кетіңдер. Аға, болды өкпелемей қойыңыз. Түймеде іске бола, бауырластардың арасында сыза түсіп Соны жүрмесін. айтам. Аға, қарындасыңыздың бетін бір жолға сыйласаңыз да, бізбен бірге қайтыңызшы. Таудағы бауырластар сізді сағынып қалды. Жүріңізші, бізбен бірге қайтыңыз. Ой, ой, аға, Екеуің мазамдар ден алдыңдар ғой. Кетпейсіңдер ме? Онда мен кеттім. Барсаңшы. Аға, аға! Ей, Мына сиықсыз екеуің неме, бар ғой. уаңың шаршамайдағы екен. Таң атқаннан кеш батқанша жағы сенбеді ғой. Бұл неменің таң атқаннан бері айғайлағанда не ойы бар болды? Екеуің естіп алыңдар. Түсте есікті ашып мені қонақ қылсаңдар, бекіністеріңді аман қалдырамын. Болмаса бар ғой, бекіністеріңді талқандап, әйелдеріңді тоқалдық қаламын. Одан соң олардың барлығын басқаралаймын. Мынаның намысыма тигенін қарашы. Қоя бер мені. Кештіріп сазайын тарттырайын. Ей, ол Яншанның адамы. Оны ренжітсек, бұл күнімізге де зар боламыз. Сонда да бейбастақтық істеуіне болмайды ғой. Уаңың, тыңда. Дереу көзімнен жоғал. Не дейсің? Ести алмадым. А? Жарайды. Келмейсің бе? Кел. Мықты болсаң, кел ғане. Мені ұрмайсың ба? Мен сені тосып тұрмын. Міне, шөлаған сені тосып тұр. Мықты болсаң, кел ғане. Келмейсің бе? Еміне, қорқып қалдың ба? Мықты болсаң, түс бере. Кеңді уаңың. Енем, қой енді, қой деймін. Ей, кетпе деймін. Мықты болсаң, кетпе деймін. Енем, жүр болды, жүр деймін. Ей жоң, сен өзіңді жолбарыс соққан батырмын деуші едің ғой, ә? Мен деген жолбарыспын, үлкен жолбарыспын. Мықты болсаң, мен деген Айғайласа айғайлай берсін, бол, Аға, қой деймін. мені қоя беріңізші. Жутоң! Ағы сен барсың, сен өзіңді жас есерханмын деуші едің ғой. Хей! Менше сен бар ғой, жас есерхан. Енді қаным Қой ішемін. болды, жүр деймін. Септің өзі екенсің. Аға, ақылшы да келген екен ғой. Уаңың ірішек. Үш күн үш түн айғайладым. Тіпті мұны екеуі шығатын емес. Қайтсек болады, а? Лейжон Жутоң, екінім! Яншан қопасының Сұңжаңы сендерге сәлем бере келді. Сұңжан келіпті. Расында Сұңжан келген екен. Тағана, қуарың, күңляң. Ойыңда келіпті. Әй, енді омалып отыра берсек болмайды. Түсіп есік ашып көрмейміз бе? Мейлі. Сұңжан өзі келген екен. Оның бетін сыйламасақ болмас. Сенше қалай? Әділетшіл ағайдың атына ежелден тәнті едік. Енді міне жүз көріштік. Атыңыз затыңызға сай екен. Пақырыңыз Лейжун болады. Мына өнім Жутоң. Бүгін Яншан батырларын көріп көз айдын болдық. Ағайынды екеуміздің көргенсіздігімізді кешіре көріңіз.
Екі атаманның әділетшіл батыр екеніне ежелден қанық едік. Бүгін маңызды іспен шақырусыз келіп қалдық. Егер мазалап қойған болсақ, атамандардың кешіруін өтінеміз. Әй, атай көрмеңіз. Бәрі де ініңіздің көз аясының тарлығынан болды. Қане, аға. Атаман, мархабат. Мархабат. Қане көпшілік. Мархабат. Қанеки. Аға, отырыңыз. Мен бұл жолы Хуянжо мен Мурыңды ұстағалы келдік. Аға, біз бұл тауға тыныш өмір өткізу үшін келгенбіз. Сіздердің соғыстарыңызға кіріскіміз келмейді. Сіздер Чыңжуда соғыс салмасаңыздар жақсы болар еді. Ал соғысып жатсаңыздар, естімеген көрмеген боламыз. Әнішек білмейсің ғой. Жақында Чыңжу уәлие бір мықты сардарға ие болды. Оның аты Хуянжо. Қалың қолды шыбыңғырлы көрмейтін батыр. Чыңжу аймағы қазір сайқалдығын сайлап, одан пайдаланып 3 тауды бағындырмақшы. Ағаның жақсы көңілін түсініп отырмыз. Ол Хуянжо Чыңжуға келе салап біздің бекінісімізге келіп қонақта болған. Мурун қақбас Шаптолды тауына шабуыл жасаймыз десе де, Хуянжо ағамыз қосыла қоймас бекен. Лейжуң інішек, мананы оқып көр. Иә. Яншан қарақшылары қоршап жоймақшы болып барған ат әскерлер қолбасы Хуянжо жеңіліп қалып, қарақшылармен астасып, Чыңжу аймағының жеріне кіріп, қару-жарақ астық тонамақшы болды. Пақырыңыз ерекше сақтық жасап, бұл адамды пайдаланбақшы. Мұндай болғанда Хуянжо Мурунның чеңгеліне ілініп, басы қатерде қалған болды. Лейжун аға, алдыңғы күні ағам көкемді құтқару үшін Чыңжу қаласына шабуыл жасап, Хуянжомен айқасамын деп қолды болды. Көкемді құтқарғанды қойып, ағамнан да айырылып қалдым. Шаптолды тауындағы батырлар күшін топтап, Мурун бетбақтың көзін жойса екен деймін. Немене? Күңмен қолды болды ма? Солай, жалғыздың шаңы шықпайды дегендей оларға төтеп бере алмадым. Соны мен сіздерден көмек сұрап келіп тұрмын. Адамгершілік тұрғыдан алғанда саған көмектесуім керек еді. Бірақ қалай көмектессем болар? Мына таудағылардың барлығы жақын қыстақтың адамдары. Егер ордаға ашық қарсы шықсақ, бауырластарым тірі қалмайды ғой. Четкі ауыл көшсе ортанғы ауыл чет болады. Ақ жолбарыс тауы жойылса Шаптолды тауына қатер төнеді. Онан соң Қосайдағар тауына қауіп төнеді. Бұл жағдайды ойламадыңыз ба? Егер Мурун Хуянжоны Шаптолды тауын алуға мәжбүрлесе, ондаған қалай төтеп бермексіңдер? Бұл жағын ойламаппыз. Олай болса, әнелерім, өз қамдарыңды ғана ойласаңдар болмас. Бір жолды қате бассаң, өмірлік өкінішке қаласың. Сендерге ертерек ойланыңдар демекшімін. Лейжоңыным жолбарыс соққан батыр атанса, жас Есерхан Жутыңның аты да алыс жуыққа әйгілі батыр. Орда ұлықтары сендердің аттарыңды естісе жанын қоярға жер таппаушы еді. Ал бүгін сол ерліктерін қайда кеткен? Аға, біздің ісімізді білуші ме едіңіздер? Әрине білеміз. Кезінде Мурун Шаптолды тауына шабуыл жасамақшы болғанда, екеуің бір түнде орданың ауылдағы бекеттерінен оншақтысын өртеп жібербедіңдер. Бұл ерліктеріңе леңшандықтар сүйінбей тұра алмайды. Аға, бізді рас ниетте санайсыз ба? Ниеттес емес, туыс санаймын. Оған батылымыз бармайды. Інім, оған жауап беруге асықпа. Мен Мурунмен соғысқан кезде бір бекінге келсеңдер де кеш болмас. Аға, расында ордамен соғысасыз ба? Соғыспай болмайды. Мен жоғарғы қыстақта тұрамын. Егер бекіністеріңде жағдай шықса, мен іздеңдер. Мен қашанда дайын тұрамын. Жарайды, әділетшіл аға, жолыңыз болсын.
Төре, Ha, қарызға жасақ беру жұмысын ертерек ойланыңыз. alаңсыз болыңыз. Мен орналастырамын. Жарайды. Онда барлығы сізде қалды. Төре? Дәт төре, юар бикеш келді. Ha, онда осында шақырып келді. Ләппәй. Төре, жұмысыңыз болса, мен кете берейін. Әй, Сардар, екеуміз жат адам емеспіз ғой. Бұл қыз ерекше сұлу. Ордадағы сұлуларға жетпесе де, Чинжудың бекке басары. Ол сіздің сыртыңыздан ынтық болып жүріпті. Сардарға юардан сәлем. Жарайды. Төре, бұл қайткеніңіз. Сардар, үнемі сыртта, соғыста болып, ел үшін көп күш шығардыңыз. Сізді ерекше құрметтеймін. Бұл қызды өзіңізге әкелу мержігіттің зәрулігі ғой. Бүгін түнде бұл сылқым сіздің қойныңызда болады. Ойыңызды түсінбедім. Бой суытпайсыз ба? Төренің көңіліне рахмет. Мен міндетпен жүрмін. Оған қалай зауқым соғады? Әй, бұл... Жеңіліп келген кейпіңе қарасаңшы. Азырақ өнерің демесем, сені баяғыда Астанаға айдап апарып, кескілетіп өлтіртетін дедім. Яр? Сардар? Сардар! Сардар-ау, қабыл алмасаңыз мейлі, несін сонша ренжисіз? Осы сен сияқтылар елді бұзып болдыңдар. Ел басына күн туып жатқанда, оған қалай зауқың соғады? Сардар, айтқаныңыз жөн. Енді қайталамаймын. Әуейлікке салынып жүрген сен ғана емессің. Патша ордасындағылардың барлығы шетінен сен сияқты әуейі. Сардар шынында ұлықтардың үлгісі екен. Мен сіздей болуға тырысамын. Несіне көлгірсейді, кеудесін қарай көр. Мендей жеңілген қолбасыздан үйренетін не бар дейсің? Соңжаңды қолға түсірмей, ішкен асын бойыма қонар емес. Шарлаушылардың айтуына қарағанда, Соңжаң ұштаудың арасында шапқылап жүр екен. Ақ жолбарыс тауындағы күңден оған қосылыпты. Ол және Қосайдағыр тауымен Шаптолды тауына барыпты. Соңжаң олармен бірігіп алса, оған төтеп беруіміз қиынға соғар екен. Енді қайсек болар? Жәнеңгі жоспар бойынша жүрейік. Алдымен Шаптолды тауын алайық. Ой, ол екеуі айналып келіп қарақшы емес пе? Сардар олармен ұзағанда тұстаныс қарасыз. Оларды ағайын санамаңыз. Оларды қолға түсіре алмасаңыз, Соңжаңды қалай қолға түсіресіз? Қазір ол екеуі ордаға қарсы шықпай дайындықсыз тұрғанда, оларды қапыда қалдырсақ, онда біз жеңіске жеткен боламыз. Жарайды. Мен ертең Шаптолды тауына аттанайын. Жарайды. Сұлуым. Ойбой, осынша кешкеніңіз Әлгі не? ақмақтарыңды Лейлаға көндіріп келдім. Оны қалап жіберсеңіз болды емес Оған пе? болмайды. Оны тағы пайдаланатын жұмыс бар. Қалайсыз өзі? Мені басқаға қалай қойдыңыз? Өз тәлейсіздік өзіне. Рақатқа өзім батайын.
Есікті ашыңдар! Тез, есікті ашыңдар деймін! Ha, kel. Дәт атаман, бөктерде орда жасауылдары шабуылдап келеді. Қате көрген жоқсың ба? Қате көрмедім. Кім бастап келді? Жауын өте қатты, анық көре алмадым. Ой, анықтап көрмейміз сен. Тез болыңдар! Тез болыңдар. Тез.